Сәлем студент, қалың қалай, сендермен бірге мен Сымбат, және бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы сан есім жайлы, the numeral, сан есім жайлы өтетін боламыз. Негізі сан есім өзі екіге бөлінеді, бізде есептік, кардинал және реттік, ordinal болып бөлінеді. Кардинал ол есептік сан есім, ол бізде how many, яғни қанша деген сұраққа жауап береді, 1, 2, 5, 6, 7, 10 деген сияқты, я. Ал ordinal ол реттік, which деген сұраққа жауап береді, нешінші, қайсы, қаншасыншы деген сияқты, я, бірінші, оныншы, бесінші, яғни ш деген жалғауы бар жандай сан есімдерді айтамыз. Енді бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы cardinal numbers жайлы болады. Ол бізде заттардың санын білдіреді нақты, 5, 6, 10, 20 деген сияқты. Бірінші сандарға тоқталайық. Ол бірде біз бірінші санды бірді, яғни біз one деп айтамыз, 2 2 жазылуын көріп тұрсыздар, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13. Осы 13-тен бастап бізде жаңағыдай 19-ға дейін сандарға бізге тен жалғауы жалғанады. Неге тен? Себебі 13 пен 19 жас аралығындағы адамдарды біз жастар деп айтамыз қазақ тілінде, ал ағылшындықтар teenager деп айтады. Teenager. Осы teenager сөзінен шыққан тен жалғауы жалғанады. Мысалға 14-ке 14, 15-ке 15 деген сияқты, 15, 16, 17, 18, 19-ға дейін 19 қосымша, 19 деп жалғанады. Ол жайында қазір мен қосымша айтатын боламын. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай слайдта есептік сан есімдер 1-ден 12-ге дейін жаңағы айтып шықты. Енді 13-тен 19-ға дейін тен жалғауы жалғанады дедік. 13-ті біз 13 дейміз, 14-ті 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19. Яғни мына жерде сөздердің жазылуына қатты назар аударыңыздар. Бізде айтылғанда басқаша айтылады, оқылғанда, және жазылғанда басқаша жазылады. Оның жазылуымен бірге жақсылап жаттап аламыз бұл сөздерді. Және ондықтарды айтатын болса, ондықтар бізде ол 20, 30, 40, 50, 60, 70 деген сияқты ондықтарға біз ti жалғауын жалғаймыз. Мысалға 20-ны айтатын болсақ 20 болады. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Және де сан есімнің оқылуына кішкене тоқталатын болсақ, бізде мысалға күрделі сан есім берілетін болса, мысалға 23 деген. Бұл жерде бірінші біз ондықты бөлек айтып аламыз. Ондық ол бізде 22 санды болады, ондық 20, және 3-ті бөлек айтамыз 3. 3-ті біз 3 деп айтамыз, 23, яғни ол 23 болады. 45-ті дәл солай айтатын болсақ, бірінші 40-ті айтып аламыз, 40, сосын 5-ті айтамыз. Нәже 7 деп қапты, 45 болады, нәже қате болып қапты, кешірім сұрайым. Және 156-ті айтатын болсақ, бірінші біз 100-дікті айтамыз, потом 10-дікті айтамыз, одан кейін 1-лікті айтамыз. Бірінші 100-дік бізде 100, немесе 100 десек те болады. And дейміз, және дейміз, 50, және 50, және 56, және 56, 156. Енді ары қарай жалғастырайық. 20-ны алатын болсақ, ол бізде мынау қызылмен көрсетіп қойғам, қалай өзгеретін 20, немесе 20 деп айтатын, tonight by 20 деп кетеді ағылшындықтар. Бірлікпен жаңағы айтатын болсақ, бірінші ондықты айтып аламыз, 20, 20, 1 болады. 30, 30, қызылмен көрсетіп қойғамын, қалай жазылу керек екен, 40, 50, 90. 100-ді айтатын болсақ 100, немесе 100 дейміз. 23-ді айтатын болсақ 23 дейміз. 3000 бізде 3000, мынау 1000 деген ол мыңдықты білдіреді. Яғни 4000 болса біз жай ғана алдына 4 деген санды қоямыз, 4000 дейміз. 5000 болса оның
оның алдына 5 дегенді айтамыз да 5000 дейміз. 6000 болса, оның алдында 6 деген цифраны айтамыз да 6, оған 1000 деген сөзді қоямыз. Дәл солай жүздікті айтқан кезде 100 деген 100 дегенді білдіреді да, егер 200 болса, 2 дегенді айтамыз, 200 болады. 300 болса, 3-ді айтамыз да 3, сосын 100 дейміз. Түсінікті ма? Және миллион ол million болады, 4 million, 4 миллион. Дәл солай бұл жерде 5 миллион болса, 5-ті бөлек айтамыз да 5 million, және 6 миллион болса 6 million, және 7 million деп алдындағы цифраны айтып, million сөзін қоса береміз, я. Және де мына жерде milliard, 7 миллиард немесе 7 billion деп айтамыз. Олар миллиардты billion деп те айтады, я. Оның алдында цифраны бөлек айта береміз. Дәл солай. Бұл сандардың барлығын жазылуымен бірге қалай жазылады, қалай айтылады, барлығын жақсылап жаттап аламыз және де тапсырмаларды орындаймыз.